Сәлем достар! Бүгін біз PokerDom сайтында Crash деген ойынды ойнап көреміз. Осы ойынды бастағанша, менің айтарым сізге, қазір экранда промокод шығады. Осы промокодты PokerDom сайтына алып жазсаңыз, сізге бізден сыйлық болады, бонус болады. Оған қоса, осы видеоның астында сілтеме. Осы сілтемені бассаңыз, PokerDom сайтына түсесіз. Дәл сол сәтте. Ал енді достар, бастап көрейік, қалай ойнауға болады осы ойынды, қандай стратегиялар бар екен ұту үшін, осын бәрін қазір бірге тексеріп көреміз. Ең бастысы PokerDom сайтына кіріп, іздеу жағында басамыз, жазамыз, ағылшынша Crash деп жазамыз. Осы ойын шықты, ракета мен балық суретінде. Осыны жаттап алыңыз. Мүмкін сіздер де осы суретке қарап жаттайтын шығарсыз, әркімде әртүрлі. Мінекей ойын басталды. Стратегия қандай екен? Біз басында, мысалы, мінекей 5000 қояйық. 5000 теңгені қоямыз да, автовыводты 2-ге қоямыз. Осы автовывод жақта x2 деп басамыз да, енді ставка қоямыз. Енді көрейік. Негізі осы стратегиямен мен көп таныстарым ұтты, бірақ біз ұтылдық, жарайды. Ұтылсақ, біз осы 5000 қойдық па, қайтару үшін 10.000 қоямыз. X2 мен көбейтеміз, 10.000 қоямыз. Күтейік енді. 2-ге дейін жет, өтініш, 2, әне жақындап қалдық, қазір 2-ге жеткенде жарайды, 2-ге жетпедік. Онда тағы да X2 басамыз. 20.000 қоямыз. Қорқпаңдар, бұл жерде қатты қорқып, ашулану деген вообще ешқандай қажеті жоқ. Өйткені бұл ойын ғой, бұл сіздер ойын сауық үшін жасайсыздар. Ал ақшаны жинап, осы жерден байым деген ойлармен кірмей қойыңыздар. Тек қана ойын сауық үшін, жарай ма? Ал енді біз X2 жасадық, ұттық, жарайды, көрдіңіз ба, 20.000 істедік, біз жаңада қанша 5000 қойдық па, қайтадан 5000 қоямыз. Қайтадан қайтамыз, ең бірінші ставкамызға. Біз өзіміздің 5000-ді оған қоса не істеген ақшамызды қайтарып алдық. Кейін ставканы қоямыз. 40.000-ді жаңадағы ақшамызды қайтарып алдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ақшаны қайтарып алдық, қайтадан 5000-ді ұтылып алдық. Жарайды. Біз қорқпаймыз. Ең бастысы уақытысымен тоқтау керек, бірақ мен ойлаймын, мен 340-350 мыңға жеткізіп алайын, сөйтіп кетеміз. Жарай ма, достар? Жарайды, тағы да X2-ға қойдық. 2 болады, әрине болады. Керемет. Қайтарып алдық ақшамызды, достар. Енді қайттан 5000-ға қоямыз, ставкамызды түсіреміз. 337 болды. Мен қанша айттым? 350 мың жинайық дедік, 350 мың істеп алайық, сөйтіп тоқтайық. Өйткені, мінін кәнекейс ұтылып қалдық, ондай болады. Жарайды, тағы да 10 мыңға дейін көтерейік. Ставканы қоямыз. Өйткені сіз өзіңізде ой болу керек. Мен осынша ақша бүгін құрталам, қорқпай, жыламай. Мені 10 мың кетті. Туй деп. Қайттан 20 мың қояйықшы, жарайды. Үлкен ставкалар жақсы көреді ау деймін, балық. Жарайды. Сол өздеріңіздің соңғы ақшаңызды құртпаңыздар, қайтадан айтатым. Қазір 20 мың соңғы болса, не болатын еді? Так что уайымдамай, тағы да X2-ға қоямыз да, 40 мыңды қоямыз. 40 мың қойған қалай десеңші, раунд басталды, жаным ау, балығым 2-ге дейін ұшу өтініш. Не болды? Мен не істеп? Сән настроением көтер. Вот, еспейсің ба? 40 мың. Ставка кетті. 80 мың ұттық, достар. 80 мың дегенде біз 40 мыңды ұтылдық, сонымен біз 40 мың ұттық. Жарайды, плюсте қалдық. Ең бастысы. Енді мұнан қайттан 5 мыңға дейін түсіреміз ставкамызды. 5 мыңға дейін түсірдік. Қанша бізде? 342 мың ба? Ой, ұтылып қалды ставкамыз. Бірде тоқтап қапты мынау. Жарайды, 10 мың қылайық. Қайттан қайтарып алайық. 5-міңізді қайтарамыз и 5-міңізді ұтамыз оған қоса. Ұтылдық. Жарайды, тағы да X2-ға қояйық. 20 мың қояйық. Сол осы стратегиямен жасағанда сіз тек қана өз ақшаңызды қайтарудан басқа, сіз оған қоса
тағы да ақша ұта аласың. Қазір мен 20 мың қойдым. Жаңадағы оған дейін ұтылған ақшамды қайтарып алдым. И әрине оған қоса еще ақша жасап алдым. Керемет, не айтам енді. 347 мың достар, 350 мыңға азғантай қалды. Осы ставкамыз мен жібергісі келмейді ау деймін мына балық маған. Мен ойнаш, кетпеш деп отыр қараңдар. Жарайды, тағы да 10 мың қоямыз. 10 мың қоямыз, x2-ға қоямыз. Осы стратегияны қоймай басып істеу керек, сол кезде ұтыс болады. Енді әрине әр адамда өзінің стратегиясы бар. Мүмкін сізде өзіңіздің құпиялы стратегияңыз бар шығар, кім біледі, иә? Ұттық, достар, ұттық, әрине ұттық. 352 мың жасадық, жарайды. 360 жасайықшы. Өзіме 360 жасағым келіп отыр. Енді сол айтқаным, әркімде өзінің стратегиясы болады, өзінің ойлары. Енді сізде бір құпиялы өзіңіздің стратегияңыз болса, қайтадан ұттық, достар, 357 мың. 360 мыңға жақындап қалдық. Жоқ, 400 жасайын ба деп па. Осылай құмарлық басталады деп па. Жарайды, так, ұтылдық. Оған біз 10 мың деп қояйық. Иә? Көріп тұрмыз ғой? Ешқандай, қалай айтады, нерві деген нәрсені, стресс деген нәрсені қоспаңыздар. Бұл ойын сауық, ең бастысы. Осы стратегияны мен неге айтып отырмын, өйткені осы стратегиямен көп мен таныстарым, ойнайтын адамдардың да ішінде айтады, осы стратегия жақсы жасайды, жақсы істейді деген соң мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Вот, достар. Тағы да x2 қойық, қанша бізде 357 ма, біз как минимум 360-қа жеткізу керекпіз. Ал енді 400 мың жасасам мүлдем жақсы болады. Кім айтады ақшаға жоқ деп, иә? Ал мысалы бар адамдар x6 деп қоятындар. Ол көрдіңдер ма? 6, 7, 4 деген 4 деген жиі болып жатқан жоқ. Вот x2 жиі болып жатыр. Мен өзім көзқарасыма қарай, да? Әрине, әр адамда әртүрлі болады. Мен қазір ұтылып қалдық. Қазір ғана x2-ды мақтаған едім. Нервіме тиіп ұтылып жатыр ма? Нервіме тиіп деген түсініп отырсыздар ғой, бұның бәрі қалжың екенін. Әрине қалжың. 10 мың қойдық, тағы да x2-ға жеткізейік, балығым ұшы 2-ге дейін өтініш. Әдемлеп, күшті. Вот, рахмет. Қайтадан ұттық, достар. Жарайды. 10 мыңды қойдық, қайттан 5 мыңға түсіреміз. Қайттан 5 мың қанша? 372 мың жасадық па? 340 мың жасаймыз ба? Ой, 340 деп ой, ұтылмай. Өзімді қарап тастадым ба, жарайды. Қазір онда x2 қылып тағы да 10 мың қояйық ставканы. 400 мың жасайық па дегенім ғой. Қарашы өзім алдына шығып кеткенім. 400 мың. Ай, досым, бірде тоқтап қалатыр мынау. Жүректі сәл тетейін деп жатыр ғой, жарайды. Тағы да 20 мың қояйық. Қорқпаймыз, біз оған деген 40 мыңда қойғанбыз, ол ақшаны ұттық. Сондықтан мүлдем қобалжу деген нәрсені өшіріп тастаңыз. 20 мыңда ұтылдық, жарайды, онда 40 мың қоямыз. Әрине, біз өз стратегияны тоқтамай басып көре береміз. Сондықтан түсіндіңіздер, 5 мың қойдық, 5 мыңды ұтсаңыз, тағы да 5 мың қоясыз. Если мүмкін, қараңыз, 2-ге азғанда жетпей қалды. Ой, жүрегім 297 болып қалды ақша. 80 мың қоямыз, достар. 80 мың қоямыз. Ал, достар, 400 мыңға азғанда қалмай қалды. Бірақ оған қосасыз, көрдіңіздер, 300 бір майда ақшамен кіріп, 387 мың, 370 мың жасап шықтық. Достар, осы стратегия істейді, осы стратегия жұмысы жақсы істейді. Маған өзіме ұнады. Ал енді бірақ мен өзім ойландым. Басында менде қазір қайтан бүйтіп қарасам, артқа қарап, құмарлық қосылып кетті. 400-ге дейін жеткізем деп. Бірақ ең бастысы миды қосу керек, миды мұздату керек.
қосып айту керек. Тоқта, мен мынанша ұтам деп кірдім. Мен қанша деп айттым? 350 дедім, иә. 350-ді ұттым ба, оған қоса 370 қылып ұттым ба, болды. Уақытша тоқтау керек. Осыны ұмытпаңдар, достар. Жарайды, достар, сау болыңыздар. Үлкен рахмет. Ұмытпаңыздар, промокодты Покердом сайтында жазып қойыңыздар. Әрине, оған қоса осы сілтемемен өтіп, дәл осы сайтқа сол сәтте өтесіздер. Рахмет, достар. Ұтыс және жеңіс сіздерге тілеймін. Сау болыңыздар.